Қалайық видео қараудан бұрын көп рахмет сіздерге, мүдделеріңізді көрсетіп жатқандарыңызға, қарап жатқандарыңызға. Маған YouTube алгоритмі бойынша өте маңызды үліпіл басып жіберсеңіз астынан және маған тіркелсеңіздер, маған өте үлкен көмек болады. Өйткені мен бұл контентті монетизация жасағым келеді, яғни ақша алғым келеді бұл контенттен. И маған үлкен демеу болады, егер сіз үліпіл, яғни лайк басып кетсеңіздер және тіркеліп кетсеңіздер және қоңырау батырмасын басып жіберсеңдер. Сонда сізге хабарлама келіп тұрады менің видео салынған кезде. Көп рахмет және қаралымыңыз жағымды болсын. Қараңдар. Жүзім транспорты. Is this grapes for vino? What is this? How? What is that? Like or what? Or like Okay. Шарапқа жасалған екен мына жүзім. Мінекей, көрініп тұр ғой. Казахстан ба? Turkish Borman? Sigara де? Это Узбекча. Мінекей, өстіп. Душқа түсіп алдық. Керемет. Енді орамал да берді. Назар жоқ. Thank you. Вау. Ауласы. Армениян не жек қойған, дастарға жек қойған маған. Базар жоқ. Жуынып алып, fresh. Үйді ғой. Сол болып отырық. Oh, wow. Окей. Қараңдар. Әкесі сурет салады екен. О, вау, мынаны қара. Не деп салып қойған бөлмелері, ұйықтайтын жері мінекеймен. Мария, я буддист, мусульманин. Да. А мы крестьяне. Мы все одни. Разделение — это самая большая иллюзия. Мы все один и тот же человек. Молодец. Или Бог, разбитый на миллионы осколков и проживающий сам себя. Experiencing itself or himself. We're all one. We're all one being. Дивандар бар екен. Кезінде Совет одағының кезіндегі дивандар. Мына кімде болды? Я с Казахстана. Казахстан. Да. Мына өзендегі үйде болды. Шқарликіде мынандай орындықтар. Я есімде мынандайлар болды. Екеу тұрдық. Кіреберісте сол жақта, кіресің мына жерде екі диван тұрды. Мына гардеробтан кейін.
аңғара анау қызанақпен жұмыртқа бірге. Өте керемет. Сметана. Қаймақ. Си. Ірімшік. Маған қарбыз берейін деп жатыр. Будущий нападающий сборной Армении по футболу. Окей. Осындай қарбыз. Мынандай ұғым бар, сенім жаңағы қарлығаштар жерге төмен ұшып жүрсе, онда жаңбыр болады дейді. Олар жоғары ұшып жүрсе, онда жаңбыр болмайды деген сөз. Солардан білуге болады дейді. Мінекей, ұшып жүр. Ох, қандай керемет. Салим, привет! Салим, кто? Красная 26. Помнишь? Салим, как зовут? Кулымжанов. Это кто? Мой командир района, когда мы были молодыми. В армии. В армии. Какой год? 80-й год. Ой, Алара. Марихуана. Бұндай оңтүстіктегі елдерде марихуана көп өседі дейді. Жалпы Иран сияқтарда да ертең көп кездестіреміз. Әр адам шегеді оңтүстік жақтарда. Мінекей, братан да шегеді. Ауылда жүрміз, осылай. Клуб. Let's go. Таңырыңдар. Я просто хочу на природе. Я здесь остался, чтобы на природе спать. Понимаете? Нельзя. Нельзя? Почему нельзя? Змея есть? Змея. Что, ядовитая? Ядовитая? Да. Да? Мына жерде болмайды дейді. Мінекей, бұл кісі жазған. Арарат деген тау. Ағам айтады, Колумбияда, Аргентинада, Бразилияда армяндар көп дейді. И негізі картадан қараған кезде Армения деп іздедім ғой мен. Арменияның климатын, өйткені мен қорықтым да далада қалып қойсам. Кешке мен палатка кез келген жерде қоя сала аламын ба деген сияқты. И сосын мен теріп көрген кезде жаңағы ауа райдың қосымшасынан жазылып тұрды. Армения, там Колумбия дейді да. Армения, Аргентина дейді. Армения деген қалалар көп оңтүстік Америкада. Мен таңғалып қалдым. И қазір ағам айтады, көптеген армяндар көшіп кеткен дейді оңтүстік Америкаға. Когда уехали? 300, астам 500 жыл бұрын. Вау. Бұл жүзімнің дәмін сипаттауға болмайды. Өмірімде тек қана бір рет осындай жүзім жедім. Нағашы атам мен нағашы шешемнің үйінде. Арарат деген кісі бұл. Армаш ауылы, Армения республикасы. Ал кет, давайте еще раз то же самое. Серьезно. Не похоже. Тодна жағында нақчыған басталады.
Менен аңғараңдар, тікенектер Маңғыстаудағыдай табиғат кішкене кері айналып жатқан сияқты Каспий жақтың климатына ары қарай Иранға қарай қозғаласың бар. Неткен әдепті жолдың ережелерін сақтаған қойлар екен. Тек қана өз сызығымен полосасымен жүреді. О, міне мынау әлемдегі ең ұзын канат жолы дейді. Шайтанның көпірі деген жерге келдік. Мінекей табиғи жолмен қалыптасқан бассейн. Осындай таулардың араларында. Вода как? Не холодно? Осындай бассейн. Күшті да? Және мына жерден қандай керемет су ағып тұр. Дәмі су сияқты емес. Дәмі боржоми сондай ағып ал қалай қазір өте қызық бірдеңе көрсетемін. Дайынсыңдар ма? 9 ғасырда салынған шіркеу. Жалпы қызық ақпарат, да? Әлемде христиандық дінін ең бірінші ресми дін ретінде қабылдаған ел ол осы Армения болған, Қайастан, да? Ол 300 жылдар, 4 ғасырда қабылданған. Және осындай әдемі жерлер бар. Так, алайық осындай кофе Арменияның салқындатылған, да? И дәмі керемет кофе. Дәмі кішкене классқа ұқсайды. Қалайық біз мінекей осындай көрінбейтін шығар, бірақ біз 2000 метрден астам биіктіктеміз. Және менің басым сезіп бастап жатыр. Қысым кәдімгідей басым ауырып тисе жатыр. Және жалпы андай босаңсып басылып тұрмын мен. Қараңдар, ормандары өте қорқынышты, иә. Мынау Қапан деген қала. Мінекей мындай Қапан деген қала, Қайастан республикасы. Вау! Мыналары ұнайды маған, мыналары. Вау!
Капан деген қаладағы бір ресторандамыз. Мінекей осындай тағамдар алып келді. Бұл stuffed baked potato, baked деген ғой. Пешке піскен картоп, ішінде қаймақ пен сыр, және мынау деген толтырылған шампиньондар, ішінде саңырауқұлақ плюс сыр. Өте керемет тағам, жеп көрейік. Мінекей осындай. Осындай картоп. Мінекей осындай картоп. Ішінде қаймақ пен сыр, жаңағы айтқандай. Гастрономиялық оргазм болады бұнда. Мінекей осындай жерде отырмыз. Және мен бүгін МЧС төтенше жағдайдың қызметі ғимараты қасында қона салдым. Жігіттер маған рұқсат берді осы жерге қоя салуға шатырымды. И тамақ берді. Мінекей сыр, нан, қарбыз. Бүгінгі кешкі ас. Так, бұл деген Артур деген мырза. Артур да, правильно? Артур. Қазақстанда туылған. Арқалық деген ауыл да? Арқалық Қостанай облысы. Город. Город, это город. Қалай екен? Вот, сәлеметчересіз. Большой привет. Детство помните в Аркалыке? Самое лучшее для моей жизни, это самое лучшее. Да. Вообще-то возле Аркалыка, где-то 100 с чем-то километров, Сарыузен назывался. Сарыузен. А я родился в городе Жаңаузен. Да. У вас желтая река, у меня новая река. Түсініп жатсыңдар ма? Көріп жатсыңдар ма? Жолдар қалай айналып жатыр? Бүйтіп келдік, сосын былай айналып, былай кетіп бара жатыр. Өйткені басқаша өтуге болмайды. Жол жоқ. Міне сіздерге жарық болып көрінеді, бірақ негізі тас қараңғы жерде жүрміз. Мынаны қараңдар. Дым көрінбейді, дым. Мынаны қараңдар, мынандай дыбыс шығаратын қоңыз көрдіңдер ма? Мінекей, ақша ауыстырып алдым. Иранда виза, мастеркард, ешқандай карталарды қабылдамайды. Сондықтан мен Каспиімнен 40 мың драм шешіп алдым, ол шамамен $100. И осы драмдарымнан айырылып қалдым. Ағам маған ауыстырып берді. Мінекей, керемет. Мейірімді мырза маған жақсы курспен берді. $92 плюс 610 мың реал. Логикасы басқаша. Сондықтан өте оғаш логикасы. Түсіндірем ертең. Ал қалайық? Армениядан шықтым. Мінекей. Бұл өзен Иран мен Арменияны бөліп тұрады. Ал ана жерде Иран басталады. Қазір өтеміз. Маған жақсы жол тілеңдер. Келесі кездескенше кеттім мен ал.